Assalamualaikum, құрметті видеоны көрушілер. Бүгін 2026 жыл 23 апрель күні. Бүгінгі обзорымызда кербіш құятығын ташкімізді көрсетпекшімен. Алдыңғы видеоларда көрген болсаңыз, кербіш құятығын ташкімізде сезілерлі дәрежеде өзгеріс бар. Алдыңғы істелген ташкелеріміз қалбіміз балонның үстінде жайласқан еді. Бұл ташкемізде остың үстіне қойдық. Бұл да өзгеріс. Ташкенің енге қарай созылады. Ені. Енге қарай созылады. Бірақ бұның қолайлығы зуала істеп ылайды қалыпке салушыға қолай. Биікке қарай ентерілмейді. Төменнен отырып істеуге қолай. Ылайды салуға. Бұл ташкеміз бір құйғанда 10 дана құяды. Бұны заказбен істеп атпыз. Құда қаласа тайым болды. 10 дана құяды. Размерлеріне келетін болсақ, еніне 12, ұзылығына 24, биіктігі 8-лік кербіш. Көріп тұрғаныңыздай ташкеміз бекем қылып істелген. Балоларына машинаның ступицасы, осыларына да бекем турбалардан салынған. Халтура емес. Ауылда кербіш құйып жүрген жігітлер біледі. 4 кербіш тастайтын, көтеріп тастайтын кербіш құятын қалыбымыз бұл адамның денсаулығына бір қанша зиянларын келтіреді. Нагрузка бергеннен кейін. Біріншіден адамды белде грижа пайда қылады, адамның белінде грижа пайда қылады. Басқа да кеселдерге алып келеді, ауыр көтергеннен кейін. Бұл кербіш құятығын ташкемізді 2 адам істесе болады. 2 адамның жазыменен бәнділігін тәмелейді, құда қаласа. Ақша табылман десе де кербіш құйып, қазір бақасын білесіз, ауылларда 400 сом, 350 сом кербіштің бақасы. Мен білмедім анығын бақасын, бірақ 350-400 бар шығар деп ойлаймын өзім. Қан кербіш. Күніне 1200-1300 дана кербіш құюға болады. Аңсат бұны құю кербіш. Барасыз. Көрсетейін. Енді айдап апарасыз. Ташкені. Өзінің белгіленген тетіғын тұяқлары бар. Тұяқлар тигеннен кейін уже қалыпты теуге болады деген сөз да. Бір тепесіз кербіш түсіреді. Оны ар жағынан барып көтеріп жүрудан керек жоқ. Қалыпты жерге аяқты тіреп тұрып көтерсеңіз, арқанның өзі қалыпты бермен қарай тартады. Арқанды қолмен ұстайсыз.
Bunu жерге удармен түскенден кейін сорау болуы мүмкін сіздерден. Жерге түскенден кейін қалып шашылып кетпей ма деген. Қалып, ағаш қалып бұл шашылмайды. Құда қаласа. Қарағай ағаштан істелген бекем қылып, еніне 2 сантиметр ағашымыз. Көрген болсаңыз, қалыптың сыртын үшлік угольникпен рамка істегенбіз. Бекем қылып. Мында. Тарттырып рамка істегенбіз. Мында. Бұл құда қаласа қызмет етеді алғаныңыздан кейін. Жай саламан деп ниетлеп отқалдар болса, қора, гараж, забор саламан деп отқалдар болса, қолай вариант. Кирпичіңіз өзіңізден бітеді. Көшеге жүгірмейсіз. Тек минет ету керек болған. Азында тұрып 2 сағат, 3 сағат, әйттен кешкі салқыны 2 сағат, 3 сағат істесеңіз күніне 1000-нан зият кирпич құясыз құда қаласа. Бұның бағасы 2023 жылдан бері істеп сатып жатқан болсам 1,5 миллион. Бұны көтермедік олыма бағасын. 1,5 миллионнан жеткеріп беріп жатырмыз құда қаласа халқымызға. Каналдағы басқа видеоларды көрсеңіз болады. Басқа видеоларда кирпич құю, кирпич құйып атқанларын көрсеткенмен, кирпичтер бір текіс шығады. Барлығы қайта өлшеніп расчетпен істелген. Бір размерде бола ма, 12-ге, ені 12-ге, ұзындығы 24, я 8-лік бір размерде бола ма деушілерге бұны қалеген размерде істеп береміз. Бұл шекленбеген болма. Өзіңіздің тидің қалуыңызге қарап заказбен істеп бере береміз. Заказ берушілер болса, қалеп аламан, істетемен, жай саламан, кирпич құяман, дағаласа биыл кирпич құйып, жай салмақшыман деушілер болса, хабарласа берің беймелел. Бұны қазір 10 дана құйылатын қылып істеп беріп жатырмыз. Бір құйғанда 10 дана құяды кирпич. Асында 8 дана кирпич құятығын ташкентімізде істеп тұрбек. Енді бұны заказы болғаннан кейін 10 дана құятын қылып істеп беріп жатырмыз. Бір құйғанда. Клиенттің қалауына қарап. Телефон номер 99-дан 235 56 56. Осы номерге хабарлассаңыз болады. Телеграмнан жазсаңыз болады, WhatsApp'тан жазсаңыз болады. Шет елде істеп жүргендер болса, WhatsApp'тан, Telegram номерім ұсыда. 99-дан 235 56 56. Хабарласа берсеңіз болады. Бұны заказ бергеніңізден кейін ұзақ уақыты есаптайтын болсақ 5 күн яки 4 күнде істеп беруімізге болады. 5 күн я 4 күн. Бір аптеге жетпейді. Тез болғанымыз 2 күнде боламыз. Жақын районлары болатын болса, Қараөзек, Тақтакөпір, Қоңырат, Шымбай,
Qayerler var? Kocaeli, Takataş, Kigili, Bozatau. Sol rayonlarga yetkirip beremiz. Amudorya var. Amudoryaga da. Kalgan rayonlarga maşından salcı beremiz. Uzaklау rayonlarga 4 kilo bolama. Maşından salcı berip, hazır kunde taksi köp yollarda aparıp beredi. Şetkeye berip manzilden manzilge.